Сәлем достар, бүгіннен бастап блог жүргізуді жалғастырамын. Видео басталмай тұрып лайк басып, комментарияға пікір қалдырып кетсеңіздер де болады. Бүгінгі тақырып диагностика. Балаға диагностика жүргіземіз. Яғни балаға диагностика жүргізбес бұрын бірінші картинада көрсетейін. Так, баланың еңбегінен бастаймыз. Еңбегі үлкен ба, кіші ма деген жақты. Сосын маңдайына қараймыз. Маңдайы шаңқы болып тұрады біреулерде да. Рахиттің белгісі тоже. И қастарына қарайсыз, көзіне қарайсыз. Черепное давление бар ма? Егер черепное давление болса, баланың көзі екі қарашығы ортаға келіп тұрады. Түсіндің сода черепное давление бар болды да. Сосын аузының айналасына қараймыз. Көгеріп тұр ма? Еріне қараймыз. Розовый немесе қып-қызыл болып тұрады. Сосын жайлап төмен түсе бересіз. Балаға диагностика жүргізген сәтте да бұл. Кеудесіне қараймыз. Кеудесі шығыңқы немесе кіріңкі болып тұрады. Тоже рахиттің белгісі кәдімгі шығыңқы болып тұрады. Немесе воронка тәрізді ішке кіріңкі болып тұрады. Түсінді алдым ода. Одан кейін пупочный грижа бар ма? Кіндігіне қарайсыз. Пупочный грижаның белгісі бар ма? Сақинасына қарайсыз. Тоже егер сырт көзге білініп тұрады, сыртқа шығып тұрады, пупочный грижа болса, ішінің көлеміне қарайсыз. Кейбір балдарда іші кәдімгідей томпиып тасып тұрады. Ішіне жел қармасып тұрады, значит, баланың үлкен дәреті дұрыс емес. Содан да бала мазасызданып жылайды да. Ішінің көлеміне қарайсыз кәдімгі тасып тұрады. Түсіндіңіз ғой? Сосын кәдімгі сызықтарына қараймыз. Бірінші сызығына қарайсыз, шатының бірінші сызығына қарайсыз. Сызықтары бірдей келіп тұр ма? Немесе бірде келмей тұр ма? Соны анықтаймыз. Сосын айттым ғой. Сөз жүр. Так, тағы айтып кететін мәселе. Баланың қолын қарайсыз. Гипертонустың немесе гипотонустың белгісі бар ма? Соны да анықтай білуіміз керек. Егер балада гипертонустың белгісі болса, баланы былай ұстайсыз. Осылай ұстаған кезде қолыңызды қысып алады, саусағыңызды, бас бармағыңызды қысып алады. И көтерген кезде бала уже алға қарай ұмтылады. Кәдімгі полный денесімен бірге. Қолын бүкпейді. То есть қолын бүгіп тұрады осылай. Бүкпеген күйінде осылай көтеріледі да. Түсіндір алдым ба? Гипертонус болса егер. Ал егер гипотонус болса, денесі совсем бос болады. Бала көтерсең, кәдімгідей көтерілмей жата береді. Тек қолы ғана бетеп көтеріледі да, короче. Значит, баланың денесі бос, гипотонустың белгісі бар деген сөз да. Сосын дальше мойнына қараймыз. Мойнына, міне, мойнына ашып қарайсыз. Кривошеяның белгісі бар ма? Мойнында без бар ма? Соны да анықтап қараймыз, хорошо? Міне, диагностикаға жасағанда мойнында қарап өтіңіздер обязательно. Сосын баланы етпетіне жатқызамыз. Несін қараймыз? Шашын қараймыз. Шашы сирек па? Егер шашы сирек болса, рахиттің белгісі D витаминінің жетіспеушілігінен. Шаш сирек болады біреулерде. Байқасаңыздар. Бір жерінде шаш бар, бір жерінде шаш жоқ деген сияқты. Сосын мойнының ұстауын қараймыз. Мойнын қалай көтеріп тұр ма жоғары, әдемі. Уже 3-4 айда бала нормальный мойнын көтеріп тұру керек та. Уже 4 айда бала көтеріп тұру керек. Соны анықтаймыз. Және де жауырды жабысып тұр ма, жабыспады ма, соны да анықтауға болады. Мысалы, сіз массажист болсаңыз, балаға бар диагностика қойып жатқан кезде ата-анасының рұқсатымен жауырынын қарайсыз да, жауырынын. Атақ жауырынын қараған кезде кішкене бүгіп, бұйырса балаға көрсетемін, видеомда бар көрсеткен. Кішкене бүгіп қараймыз. Қолын кішкене бүгіп қарағанда мына жерден кішкене көрініп тұрады жауырыны ашық, жабық екені. Жайлап төмен түсіп келесіз да, қиымшақта да бір қарап өтесіз. Қиымшақта онда екі сызық болады біреулерде. Соны да анықтаймыз. Және де төмен түскен сәтте жамбастың бірінші екі сызығына қарайсыз. Жамбастың бірінші екі сызығына. Қалғандары не важный. Осы екі сызықтың қалай біреуі бар, біреуі жоқ болады. Тоже дисплазияның белгілерінің бірі да. Баланың бір аяғы ұзын немесе бір аяғы қысқа екенін бұлай анықтасаңызда да болады. Кәдімгі түзу неге? Асыл көрсетіп отырсың ба? Осылай бүгеміз аяқты. Міне, осылай бүккен кезде іздені да біреуі ұзын, біреуі қысқа болып тұрады біреулерде.
осылай анықтауға да болады да, баланың аяғы ұзын қысқалығын. Түсіндіңіз ғой да? Және де осылай тұрғызасыз. Тұрғызған кезде аяғының ұшымен баса ма? Немесе нормальный басып тұр ма? Егер аяғының ұшымен басса, тоже гипоксияның белгісі. И аяғын баса ма, баспай ма, соның бәрін анықтайтын боласыз. Жалпы солай. Егер сіздерге тақырып ұнаған болса, барынша түсіндірдім. Видеоға лайк басып, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыз комментарийға. Алдағы уақытта осы көрсеткен нелерге, диагноздарге, әр диагнозға тоқталып түсіндіретін боламын. Сәттілік ағайын.